Бәріңізге сәлем. Бүгін біз қазір P2P арқылы қалай пополнение жасау керек, соны үйренетін боламыз. Бірінші, Bybitке кірген кезде еще деген бөлімге өтеміз. Одан кейін P2P торговля дегенді таңдаймыз. P2P-да покупка, понятно деген басамыз. Покупка, яғни біз қазір пополнение жасайын деп жатырмыз. Все способы оплаты, өзімізге қажетті банкты таңдап аламыз. Каспий банк. Одан кейін мына жерде шығып тұрған адамдардың барлығы бізге USDT сататын адамдар болып саналады. Мысалға, Нұр Крипто деген кісі 5000 теңгеден бастап қана USDT сатады. Ал Батыр деген кісіден USDT бізге сатып алу үшін бізге как минимум 30 000 теңге керек. Астыға жүре берсек, вот мына кісіден бізге USDT сатып алу үшін как минимум 20 000 теңге керек. Яғни бұл жерде лимиттерін көріп тұрмыз. Мен қазір Bybitке өзім пополнение жасайтын боламын. Вот покупка, одан кейін 10 000 теңге пополнение. Получается, мен өзім 21 USDT аламын. Покупка, фиат деген таңдап тұрмын. Следующий шаг, следующий, завершить. Дәл қазір связаться с продавцом. Осы жерге, осы кісіге сәлеметсіз бе деп жазамын. Сосын чекті жіберемін. Сәлеметсіз бе. Одан кейін оплатить деген бөлімге өтемін. Мына жерде осы кісінің номер банковской карты және дағы аты тұрады. Қараңыздар, Мұханбетали Аман келді деген кісі. Қазір мен Каспий банкке барып, перевод жасаған кезде осы кісінің аты шығу керек. Егер дағы осы кісінің аты менен сәйкес келмейтін болса, ол кезде мен перевод жасамаймын. Копировать етіп алдым номер банковской карты. Енді Каспийге барып, мен қазір өзім пополнение жасайтын боламын. Мен қазір Амангелді деген кісіге 10 000 теңге перевод жасадым. Енді қайтадан Bybitке барамындағы осы кісіге өзімнің жаңағы скринді жіберемін. Разрешить полный доступ дегенді басамыз. Және дағы вот таңдаймыз, сосын жібереміз. Сосын платеж выполнен дегенді басамыз. Я проверил, что это Нұрлан Ғаниұлы Трақов. Яғни өзіңіздің атыңызбен сәйкес келу керек. Біз жібердік 10 000 теңгені, и біз күтеміз, пока монета бізге түскенін. Вы завершили платеж, пожалуйста, подождите, пока продавец отправит вам монеты. Получается, вот біздің ордер бітті, бізге 21 USDT пополнение болды, USDT түсті. Енді готово деген кнопканы басамыз, наяқтан шеттен бастап шығып кетеміз. Сіздер пополнение жасаған кезде активы деген жерге өтсеңіздер, ақша, аккаунт, финансирование деп тұрады. Күнделікті сделкаларға кіріп, спотқа монета сатып алу үшін сіздерге ақшаны финансированиеден единый торговый аккаунтқа аудару керек. Біз қазір финансирование, единый торговый аккаунт, мінекей, мына жерде USDT деп тұру керек. Егер де сіздерде биткоин деп тұрса, оны USDT-ға аударасыздар. Максимум подтвердить. Бізде қазір ақша аккаунт финансированиеден единый торговыйға ауысты. Енді біз сделкаларға қалай кіреміз?